Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Мына кеше дұрыс түсінбей жатыр ағайындар. Егер де насыбай ататын болсаңыз, ол проблема емес намаз оқуға. Және де темекі тартатын болсаңыз, ол да проблема емес ағайындар. Анда-санда ұртап қоятын болатын болсаңыздар, мысалы орыстың жалпақ тілімен айтқанда, орыстың баласы дейді ғой. Ол да проблема емес ағайындар. Сіздер намаз оқысаңыздар, оның бәрі Алла тағаланың өзі бағанағыдай сізге жәрдемші болады. Намаз баста, намаз сізді күнәдан тазартқызады. Намаз Құдайды еске алу үшін және күнәларды сақталып тұру үшін керек ағайындар. Егер мына таспиқты айтамыз ғой, біз таспих тартамыз мысалы, және бұл әрбір біздің барғанымыз бағанағыдай еске аламыз ғой, Алланы зікір ету дейміз ғой ағайындар. Осы әрбір барғаныңыз, егер де дәретіңізді алып барсаңыздар сіздер, жаяу көлікпен емес, мешітке, тек қана жұма намазына емес, мешітке баратын болсаңыздар, ол бағанағыдай оның сауабы теңіздің көбігіндей үлкен бағанағыдай күнәларыңыз кешіріледі екен, теңіздің көбігіндей. Көрдіңіз ба? Ал кейін мына таспихты айтамыз. Екінші таспихты алып ұмытып кеттім. Таспихты айтамыз. Таспихтың әрбір тартқан сауабыңыз бағанағыдай айтады ғой бағанағы. Қалай еді? Мына зікір бір таспих тартқан сайын бағанағыдай қияметте сізге бағанағыдай бір түп ағаш сыйға беріледі дейді. Ол енді сенбейтіндер де бар ағайындар. Мына біздің әрбір қадамымыз барған мешіттегі сауап болады ағайындар. Екіншісі, дәрежеңізді көтереді. Екінші бағанағыдай қадамыңыз, енді үшінші күнәлар кешіріледі. Үшінші басып бағанағыдай. Сонда әрбір сауапқа, әрбір қадамға да беріледі деген ниетте айтып жатқаным. Алла разылығы үшін бағанағыдай бастарыңызды сәждеге тигізейік, намаз оқиық ағайындар. Қате түсінбеңіздер. Бәрі ұмытылады, бәрі кешіріледі. Алла ұлық, Алла жаратушы. Алладан басқа тәңір жоқ.